Өткенде ғана Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі мақтау комментарийларға ақша бөлгенін айттық. Енді көршілес Абай облысындағы әріптестерде қалыспайын деді ме, әйтеуір оларда мақтау пікірлерге ақша жұмсамақ. Бұл қызық әрі күмәнді тендер туралы толық айтып берем. Абай облысындағы досыңа жібер, арнаға тіркеліп видеоны тарата сал. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Абай облысының әкімдігі туралы Instagram, Facebook, YouTube, Telegram және басқа да желілердегі негатив пікірлер бақыланады. Абай облысының ішкі саясат бөлімі осы қызметтерге 4 миллион теңге жұмсайды. Тек ірі пабликтер бақыланады ғой деп алаңдамай отырған шығарсыз. Олай емес, жеке парақшаларда тексеріледі. Жеңімпаз мекеме Telegram немесе WhatsApp'тан тапсырыс берушіге мемлекеттік органдардың жылдам реакциясын талап ететін ерекше сыни және негатив жарияланымдардың сілтемесін жіберіп отыруы қажет. Негізі, әкімдік негатив пікірлердегі мәселені шешу үшін оларды оқып қорытынды шығару тиіс. Бірақ біздің әкімдіктер олай ойламайды. Біздікілер теріс комментарийді оқып, жауап контент дайындайды, яғни позитив пікірлерді ақшаға жаздырады. Тіпті ол үшін 24/7 жұмыс істейтін SMM, дизайнер, оператор, монтажер жалдайды. Мұның арты неге апарады? Ойланып көрейікші. Бұл кішкентай ғана бақылаудан басталған әрекеттер Қазақстандағы белсенділердің әлеуметтік желілердегі жазбасы үшін қамауға алынуы және айыппұл төлеумен аяқталуы мүмкін. Мәселен, қыркүйекте алматылық белсенді Салтанат Тәшімованы алдымен баласы мен серуендеп жүргенде қамауға алып, оны болмай қалған тұрғындар жиналысын ұйымдастыру туралы жазбасы үшін 129 мың теңге айыппұл салған. Қазанның аяғында блогер Жұрттың баласы YouTube каналының авторы Мұрат Даниярды полиция шақырып алып, оны АЭС құрылыс туралы референдум алдында көрінеу жалған ақпарат таратты деп айыптады. Сілтеме қалдырып, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.